Сәлеметсіздер ме 9 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода биологиядан 4 тоқсанға арналған 3 бір жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Төмендегі кестеде биология ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдардың еңбектері берілген. Сипаттамаларды ғалымдармен сәйкестендіріңіз дейді. Эволюцияның қозғаушы күштерін анықтады. Чарльз Дарвин жүйелеуде бинарлы номенклатураны ұсынды. Бұл Карл Линней градация туралы ілім ұсынды. Жан-Батист Ламарк табиғи сұрыптауды эволюцияның қозғаушы күші деп тапты. Бұл Чарльз Дарвин өсімдіктер мен жануарларды жүйеледі. Карл Линней тіршілік атаулының бәрін тәңір жасады дегенге сенді. Жан-Батист Ламарк жаттығу барысында игерілген белгілер тұқым қуалайды деп есептеді. Жан-Батист Ламарк ең алғашқы эволюциялық тұжырымдама жасады. Чарльз Дарвин. Сонда А 1, 4, 8, ал Б 3 пен 6, 7, С болса 2 мен 5 сандары. Екінші тапсырма. Эволюцияның бір қозғаушы күші тіршілік үшін күрес. Тіршілік үшін күресті сипаттамалармен сәйкестендіріңіз дейді. Түрішілік күрес, ол С. Көптеген даралар тіршілігін жояды. Түраралық күрес, алуан түрлі даралар арасында жүреді. Абиотикалық күрес, ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы. Келесі 3 тапсырма. Түр критерийлері мен құрылымы туралы тұжырымның шындық жалғанын анықтаңыз дейді. Сырттай айқын айырмашылықтары жоқ өсімдіктер мен жануарлар жеке түрлері морфологиялық критерий. Бұл шындық. Сыртқы және ішкі құрылысындағы ұқсастықтың болмауы морфологиялық критерий. Бұл жалған. Биохимиялық талдауларды қолдану физиологиялық критерий. Шындық. Физиологиялық параметрлері бойынша ұқсас түрлердің анықталмауы физиологиялық критерий. Жалған. Хромосома өлшемі, саны және еркін шағылыспауы генетикалық критерий. Жалған. Ағзалардың табиғи жағдай кешенін қарастыруы экологиялық критерий. Бұл шындық. Келесі 4 тапсырма. Жаңа түрдің түзілу үрдісін түсіндіріңіз. Жаңа түрдің және олардың едәуір ұсақ тіршілік санатының түр тармақтары мен популяцияның түзілу үдерісі микроэволюция деп аталады. Микроэволюция, яғни түр түзілу, негізінде көбінесе оқшауланып жатыр. Осы қағида бойынша түр түзілудің негізгі 2 географиялық және экологиялық типін бөліп көрсетеді. Географиялық түр түзілу кезінде бастапқы түрдің таралу аймағы бөлінген, яғни оның популяциясы географиялық тұрғыда оқшауланған. Көбінесе географиялық тұрғыда аралдарда жаңа түр түзіледі. Себебі аралдар материктен және бір-бірінен оқшауланған. Кейде географиялық түр түзілу үдерісі бастапқы түрдің едәуір аймақта таралу нәтижесі. Экологиялық түр түзілуде жаңа формалар бір аумақта пайда болады, яғни таралу аймағы бөлінбейді. Экологиялық түр түзілу үдерісі бастапқы түр популяциясын әртүрлі орта жағдайына бейімделуінен, олардың біртіндеп оқшаулануынан және жеке дербес түрі ретінде қалыптасуынан тұрады. Осымен БЖБ тапсырмалары аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.